Қазақстан аумағы бойынша әлемдегі 9-шы ел болып табылады. Жалпы халық саны 19 миллионға жуық адам. Бұл ретте халықтың тығыздығы 1 шаршы шақырымға 7 адамнан аз. 1978 жылы алғашқы медициналық көмекті дамыту туралы тарихи Алматы декларациясы қабылданды. 40 жылдан кейін 2018 жылы әлемнің 140-тан астам елі Астана декларациясына қол қойды. Бұл оқиғалардың құндылығы алғашқы медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасы қағидаттарын ұстануда. Қазақстан әрбір тұрғынның денсаулығын нығайту үшін алғашқы медициналық санитарлық көмек жүйесін құруда. Денсаулық сақтау қызметтерінің базалық кешені адамды туғаннан кәрілікке дейін, профилактикадан емдеуге дейін сүйемелдейді. Жібек Ермек қызының таңы күннің алғашқы сәулелерімен басталады. Жұмыс күні басталғанға дейін үйдің барлық жұмыстарын жасап үлгеру керек, кейін уақыт болмайды. Жібек Ермек қызы тәжірибесі мол ауыл дәрігері. 28 жыл бойы ол күннің кез келген уақытында, кез келген ауа райында барлық жеке істері мен проблемаларын кейінге қалдырып, пациенттеріне көмектесуге асығуда. Бала кезімнен дәрігер болуды армандайтынмын. Мектепті бітіргеннен кейін мен медициналық институтқа түстім. 93 жылы мен оны аяқтадым. Қиын кезең болды. Қазақстанның қалыптасу кезеңі. Басқа қалаға жұмыс істеуге баруға болатын көптеген мүмкіндіктер болды. Мен қай жерде дүниеге келдім, сол жерге пайдалы боламын деп шештім. Сондықтан мен туған ауылыма дәрігер болып жұмысқа оралдым. Сәлеметсіз бе? Бұл біздің жаңа амбулаториямыз. Қаңтар айында біз осында көшіп келдік. 90-шы жылдармен салыстырғанда ол әлде қайда жақсы болды. Қанеке апа, қолыңызды залалсыздандырыңыз. Сәлеметсіз бе, Федоровна? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы, өте жақсы. Температураңызды көрейік. Мен ауылдық медицинада бұрыннан бері жұмыс істеймін. Және осы жылы бізге осындай кішкентай балаларды, жүкті әйелдерді, қарттарды тексеруге арналған барлығы бар дәрігерлік амбулатория ғимараты сыйға тартылды. Біздің амбулатория электрокардиографпен, интернетпен, телефонмен жабдықталған. Науқасты емдеудің белгілі бір әдістерін, оның диагнозын талқылау үшін әріптестерімізбен интернет немесе телефон арқылы байланыса аламыз. Қазақстандықтар пандемия жағдайында алғашқы медициналық көмектің маңыздылығын сезінді. Амбулаториялар мен емханаларға 2 есе жүктеме түсті. COVID-19-ға ден қою қажеттілігі және сонымен бірге адамдарды басқа аурулардан үздіксіз емдеу. Біздің ауданымызда осындай дәрігерлік амбулатория жаңа 6 ауылымызда салынды. Былтыр бізге 12 жедел жәрдем көлігі берілді, оның ішінде 1 реанимобиль. Пациенттерге үйде көмек көрсететін алғашқы көмек дәрігерлері мен мобильді бригадалардың үйлесімді жұмысы инфекциямен тиімді күресуге және ауруханаларға жүктемені азайтуға мүмкіндік берді. Дер кезінде әрекет ету үшін осындай мобильді бригадалар құрылды. Шұғыл әрекет ету санаты бойынша шақыртуларға біз шығамыз. Біз сатурацияны, қанның оттегімен қанығуын және температураны өлшеу үшін термометрлермен, импульстік оксиметрлермен жабдықталғанбыз. Сондай-ақ үйдегі қауіпті топтағы науқастарға біз дәрі-дәрмектерді жеткіземіз. Тәуекел топтары бұл қант диабетінің, артериялық гипертензиясы, бронх демікпесі бар диспансерлік есепте тұрған пациенттер. Бізге қауіп төндірмеу үшін және барлық қауіпсіздік шараларын сақтау үшін пациенттердің үйде болуы өте маңызды. Елімізде 4 мыңға жуық мобильді бригада құрылды. Олардың 49% ауылда жұмыс істейді. Бұл үйде коронавируспен ауыратын науқастарға көмек көрсетуде маңызды рөл атқарды. Бұл жылжымалы медициналық көлік. Шалғайдағы ауылдық елді мекендердегі ауыл тұрғындарына медициналық көмек көрсетуге арналған дөңгелекті емхана. Осы жылжымалы медициналық кешеннің құрамына акушер-гинекологтың барлық тиісті функциялары бар акушер-гинеколог кабинеті кіреді. Ал мынау УЗИ жүргізуге арналған УЗИ аппараты. Бұл жалпы тәжірибелік дәрігердің қабылдауы. Дәл қазір қабылдауда 1 жасқа дейінгі бала отыр. Ал мына жер зертханашының орны. Сондай-ақ жылжымалы медициналық көліктің ерекшелігі мүмкіндігі шектеулі науқастарға көмек көрсете алады. 149 жылжымалы емхана бүкіл ел бойынша қызмет көрсетеді.
Олар тексеру және кеңес алу үшін барлық қажеттіліктермен жабдықталған. COVID-19 вакцинасын осындай медициналық автобустардың ішінде де алуға болады. Пандемия жағдайында бұл елдің шалғай аудандарында тұратындарға да уақытылы медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік берді. Сегодня в Казахстане Бүгінде Қазақстанда алғашқы медициналық санитарлық көмек денсаулық сақтауды дамытудың негізгі аспектісі болып табылады. Біз үшін тұрғылықты жеріне қарамастан әрбір азаматтың қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін ауылдық жерлерде алғашқы медициналық санитарлық көмекті дамыту басымдыққа ие. Біз ол үшін 5 жыл ішінде алғашқы медициналық әлеуметтік көмекті қаржыландыруды елдің жалпы бюджетінің 60%-на дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Бүгінгі таңда біз негізгі рөлді, оның ішінде коронавирустық инфекциямен күрес бойынша инфекцияның алдын алу және халықтың алдын алу үшін бірінші негізгі кедергі болып табылатын бастапқы буын қызметкерлері өзіне алғанын көріп отырмыз. Қазақстандық ауылдарда 4 мыңнан астам учаскелік дәрігер мен 13 мыңға жуық медбике жұмыс істейді. Ауылда медицина қызметкері ерекше мәртебеге ие. Ауыл тұрғындарын қабылдау, үйге шақыру, профилактикалық тексерулер өткізу бұл ауыл дәрігерінің тек жұмыс күндері ғана емес, сонымен қатар демалыс және мереке күндері. Бұл мамандыққа деген жауапкершілік пен кәсіпқойлықсыз мүмкін емес. Ауылдық жерлерде дәрігер мамандығы ең қажетті мамандық. Себебі туғаннан бастап, әр адам бізге, яғни дәрігерлерге мұқтаж. Мен бәрі сау болғанын қалаймын.